Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге кір сабынның пайдасынан тоқталатын боламыз. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да өте көп. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызда ортамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болғаннан соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майлаудан сақтайды. Кір сабынмен жуғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет аралмалды кір сабынға үйкеп ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жағу бергеннен кір сабыннан көмегін пайдаланғанда пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі күштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемімен 2 есе асатындай етіп сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз ісікті қайтарып ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шараларын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар. Әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап, турап қайнаған жылы суға ертеді. Сосын ересек адамға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Және металл заттардың асқазанды зақымдануынан сақтана тұруға болады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.